Assalamualaikum. Hürmetli konaklar, hürmetli jarışqa katılışçılar, hürmetli ustazlar. Bugün de tәуелсіздігіміздің 30 жылына арналып, Зиямат Құсанов атамыздың 100 жылдық мерейтойына арналған керемет іс-шараға қош келдіңіздер. Бұл Зиямат Құсанов деген атамыз тек қана Кеңес одағында емес, Болгария халқында қаһарманы, өз заманының қаһармандары. Осы жарысқа қатысып отырушыларға менің тілейтін тілегім, сіздерді өз замандарыңыздың қаһарманы болыңыздар. Бейбіт заманның қаһарманы. Басымызға келген пандемия кезінде біздің дәрігерлер қазіргі заманның қаһарманы. Сіздер де спорт қаһармандары болыңыздар. Егемен еліміздің көк байрағын жаһан ареналарында көтеріп, егемендігімізді қастерлеп, дүниеге осындай ел бар екенін паш ететін азамат болып жетсіңіздер. Жарысқа қатысушылардың бәріне сәттілік тілеймін, ұрынбай, сүрінбей, жарыста жеңіске жете беріңіздер.